Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, өте дәмді болып шығатын шоколадты печенье жасайтын боламыз. ММ&M'стер қосылған печенье жасадым, және де екіншісіне мен салмамен жасадым. Екіншісіне вареньді сгущенканы қосып, осындай салмасы бар өте дәмді печенье жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер, керемет болып шығады. Оны жасау үшін ең алдымен біз ертілген сары майымызға қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін бұл араластырып алған массамызға бір жұмыртқа қосып, жақсылап тұрып, ақ массаға айналғанша жақсылап араластырып аласыздар. Араластырып алғаннан кейін оны жеке қойып, құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Ол үшін ұнымызға какаомызды, разрыхителді және де шымшым тұзымызды қосып, жақсылап тұрып араластырасыздар. Енді сұйық ингредиент пен құрғақ ингредиенттерді қосып, біркелкі қамыр пайда болғанша жақсылап илейсіздер. Илеп алған массаны өзіңіз бірнеше бөліктерге бөле отырып, өздеріңіздің көлеміне қарай осындай етіп домалатып жайып аласыздар. Яғни барлық печеньені мен осылай домалат етіп жайдым да бетінен саусақтармен басып шықтым. Кейін қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Мен үстеріне ММДС қойып әрлеп алдым. Ал кейбіреуіне осылай сгущенканы салып, видеодағыдай жан-жағын қысып, домалатып, қайтадан жайып алдым да, дөңгелек формаға келтіріп, үстіне әртүрлі орехты сепкіш сеуіп алдым. Осы печеньені 180 градуста 20-30 минут пісіріп аласыздар. Міне осындай өте керемет, өте дәмді печеньеларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.